Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың сыртқы құрылысындағы ерекшеліктері тақырыбымен танысамыз. Ең бірінші біз осы омыртқалы және омыртқасыздарға тоқталмас бұрын бір жас шалалардың ерекшелік туралы сендерге айта кетейін. Сіздер 5-6 сыныпта жаратылыстану пәнінен білесіздер, омыртқалылар және омыртқасыздар дегеніміз не, және оларға нелер жатады, бір жас шалалар және көп жас шалалар туралы ақпарат алған болатынсыздар. Соған кішкене шолу жасаймыз, содан кейін барып нақты тақырыбымызға көшейік. Жалпы бір жас шалалар патшалық тармағы, яғни олар қарапайымдар жатады. Қарапайым дейміз, себебі олардың денесі бір ғана клеткадан немесе жасушадан тұрады. Сондықтан біз оларды қарапайымдар деп атайтынбыз. Бұлар денесі бір ғана жасушадан тұрғанымен, олар кәдімгі басқа да тірі организмдер сияқты тұтастай тіршілік етеді. Және олардың организмінде ядросы болады, бір немесе екі ядросы болады, және цитоплазмасы болады, басқалардың ерекшелігі. Көп жасушалы организмдердің айырмашылығына келетін болсақ, олар бір жасушаларда болмайтын, яғни әртүрлі қызмет атқаратын органоидтері, қозғалыс органоидтері, жиырылғыш вакуоля, ас қорыту вакуоля, және де әртүрлі жарық сезетін көшелері, қозғалтқыштары болады. Бұл көп жасушалы организмдерден айырмашылығы болып табылады, яғни бір жасушалардың. Ал көп жасушалылар дегеніміз не? Жалпы көп жасушалы организмдер әртүрлі формалар қалыптасқан бұларда, және де олар екі бөлімнен тұрады. Слайдқа қараймыз. Көп жасушалы организмдер омыртқасыздардан тұрады және омыртқалылардан тұрады. Енді атында белгілі болып тұр, омыртқасыз дейді, яғни омыртқа жотасы болмайды, ал омыртқалылар деген, яғни нағыз омыртқа жотасы қалыптасқан. Бұларға нелер жатады, қандай организмдер жатады деген сұрақ болатын болса, мына жерде жақшаның ішінде сіздерге көрсете кеттім. Омыртқасыздарға губкалар, шиқуысылар, жалпақ құрттар, жұмыр құрттар, буылтық құрттар, буынаяқтылар, ұлулар және тікен терілер жатады. Бұлардың барлығы көп жасушалы, соның ішінде омыртқасыздарға жатады. Енді осы омыртқасыз жануарлардың қандай өзіне тән ерекшеліктері бар, осыған тоқталайық. Бұл омыртқасыз жануарларға сәулелі симметриялы екі қабатты, немесе олар бізге қос қабатты деп айтамыз, жануарлар жатады. Манауға аталған жануардың барлығы, яғни денесі сызықпен бөлген кезде екі жағы бірдей, сәулелі симметриялы дейміз. Және олардың денесі екі түрлі ұлпадан тұрады. Яғни ол эктодерма ұлпасынан және эндодерма ұлпасынан тұрады. Сіздер енді қараңыздар, экто-энто деген терминдер тек қана биология сабағында емес, басқа да жаратылыстану бағытындағы пәндерде де танысыздар. Себебі экто деген ол бізде сыртқы дегенді білдіреді, ал эндо деген ол ішкі, яғни ішкі мүшелерді қалыптастыратын ол эндодерма ұлпасы болса, ал сыртын қаптайтын ол бізде эктодерма ұлпасы болып табылады. Одан кейін осы омыртқасыздардың ішінде біз түрлерін тоқтала кетейік. Мысалы ретінде шұбалшаң. Шұбалшаң деген ол құрт, онымен сіздер жаңағы 5-6 сыныпта танысқан шығарсыздар жаратылыстану пәнінен. Бұның ерекшелігі неде? Бұл осы көп жасушалардың ішінде, омыртқасыздардың ішіндегі буылтық құрттарға жататын құрт болып табылады, және олардың жүйке жүйесі мен сезім мүшелері күрделі дамыған. Енді қараңыздар, осыған мән береміз. Тесттарда сіздерде шұбалшаңда қандай мүше қалыптасқан дегенде, сіздер жүйке жүйесі мен сезім мүшелері едәуір күрделі қалыптасқан деп жауап бересіздер. Шұбалшаң қай типке жатады десе, буылтық құрттар типіне дейсіздер. Бұл бізде ұбт-да үнемі жиі кездеседі. Және де осы шұбалшаңдар теңіздерде, тұщы су қоймаларында, топырақта тіршілік етеді, және олардың 9.000-ға жуық түрлері бар. Осы мына жаңағы шұбалшаң туралы берілген ақпараттың барлығы ұбт-та кездеседі. Әрбір сөйлемін дәптерлеріңізге жазып алып отырыңыздар. Түсінікті ғой, жай ғана тыңдап қоймай. Енді келесі бұл бізде ұлулар. Ұлулар, бұлар бізге моллюскалар деп атаймыз, білесіздер, суретке де қарап танысып отырыңыздар. Бұлардың денесі өте жұмсақ болады, және де олар ертедегі көп қылтанақты құрттардан бастау алған омыртқасыз жануарлардың жеке типі.
Бұлардың 130 мыңға жуық түрлері бар, және олардың денесінің сыртында көріп тұрсыздар, бақалшақпен жабылған. Көпшілігінің денесі бақалшақты болып келеді. Одан кейінгі осы жататын тағы бір организм бұл бізде жәндіктер болып табылады. Бүкіл омыртқастардың ішінде ең көп кездесетін, бірінші орын алатын бұл бізде жәндіктер. Жаңағы ара маса дейміз, шыбын дейміз, құрт, қоңыздың барлығы осы ең көп орынды алады, яғни 1 миллионнан астам түрлері бар. Олар қай жерлерде тіршілік етеді десе, құрлықта, ауада, суда тіршілік етеді деп жауап береміз. Және де барлығы емес, көпшілігі ұшуға қабілетті болып келеді. Жәндіктердің бұл басты ерекшелігі. Солардың ішінде қоңыздарды атай кетсек болады. Және тағы бір жәндіктердің ерекшеліктері бар. Ол үстіңгі қатқыл қанаттарының болуында, естеріңізге сақтап қалыңыздар, және үстіңгі қатқыл қанаттары ұшуға көмектесетін астыңғы нәзік жарғақ қанаттарын және құрсағының арқа тұстарын жауып тұрады. Бұл осы жәндіктердің басты ерекшеліктері болып табылады. Келесі екінші жаңағы организмдердің тобы бұл омыртқалы жануарлар. Бұлар да көп жасушалылар болып табылады. Бұларды біз омыртқалы жануарлар дейміз, немесе желілер деп атаймыз. Оны алдыңғы видеода сендерге мен айтып түсіндіріп кеткен болатын. Ұмытып қалсаңыздар, тағы да бір қарап алыңыздар. Енді бұл омыртқалы жануарлардың басты ерекшелігі қандай? Жаңа біз омыртқада сәулелі симметриялы дедік қой, естеріңізде болса, ал бұларда екі жақтаулы симметриялы жануарлар тобы болып келеді, және олардың дамуының әртүрлі кезеңінде остик қаңқа желісі пайда болған. Яғни омыртқа бойында. Сондықтан біз бұларды омыртқалар деп атаймыз. Ал бұлар қай жерде кездеседі деген сұрақ туындаса, бүкіл жерде кездеседі. Құрлықта да кездеседі, топырақтың астында да кездеседі, ауада да кездеседі, тұщы және теңіз суларда да кездесе береді. Кездеспейтін жер жоқ. Ал бұлардың қазіргі кезде 40 мыңға жуық түрлері бар. Стандартты жаттап аласыздар. Бұл омыртқалы жануарларға жататын 5 класс бар. Жаттап алыңыздар ретімен бірге. Олар бізде балықтар класы, қосмекендер класы, жорғалаушылар класы, құстар класы және сүтқоректілер класы. Қазір біз келесі слайдта осылардың 5 класын жеке-жеке тоқталып, ерекшеліктерін айта кетеміз. Енді мына жерге қараңыздар. Бірінші класс бұл бізде балықтар класы. Енді жаңартылған білім мазмұны бойынша 7-ші сынып оқулығында, сіздер өздеріңіз бұрын оқыдыңыздар ғой, ақпараттар өте қысқадан қысқа берілген. Мен сол оқулыққа сүйене отырып сіздерге айтып отырмын ақпараттарды. Егер тағы да толық ақпарат білгілеріңіз келсе, әр класс жөнінде комментарийға жаза кетіңіздер, сіздерге жеке видео түсіремін. Енді осы омыртқалылардың бірінші класы бұл бізде балықтар класы. Балықтарды зерттейтін ғылымда сіздер ихтиология дейді, оны білесіздер. Бұлардың денесі қабыршақтармен қапталған су омыртқасы, немесе омыртқалылар деп атаймыз. Бұны айтпаса да білесіздер, сырты қабыршақпен қапталған, суда тіршілік ететін көп жасушалы десе, сіздер балықтар деп белгілейсіздер. Екінші ерекшелігі, олардың тыныс алу мүшесі желбезектері. Басқа ешқандай жаңағы көп жасушалы омыртқалардың ішінде желбезекпен тыныс алмайды, тек қана балықтар ғана тыныс алады. Олардың көбеюі тек қана суда жүзеді. Судан тысқары жүрмейді. Осы ақпараттарды естеріңізде сақтап алыңыздар. Келесі екінші класс қосмекенділер класы. Бұл атында тұр, қос мекенді дейді. Яғни бұл суда да, құрлықта да тіршілік етуге бейімделген организмдер негізінде. Ал бірақ та сіздер оқулық бойынша тестта келгенде үнемі осылай келеді, құрлықта тіршілік етуге бейімделген омыртқалы жануар десе, қосмекенді деп белгілейсіздер. Бірақ атау айтып тұр ғой, құрлықта да, суда да негізі мекендейді бұлар. Бұлардың 2,5 мыңға дейін түрлері белгілі. Бұлардың тағы бір ерекшелігін айтайын. Осы қосмекенділердің көпшілігінің даму цикліне байланысты суда дернәсілдері немесе құрлықта бақа тіршілік етеді. Сондықтан біз бұларды қосмекенді деп атаймыз. Және де бұларға жататын түрлерге бақаның өзін жатқызамыз, құрбақаны жатқызамыз,
бақбақыл, бақаншық замыс және саламандралар көреміз. Тек қана бұлар емес, негізі өте көптеген түрлері бар. Сіздерге ертең тестта қосмекенділердің өкілдерін белгілеңіз дегенде, осы 7-ші сыныптың оқулығында берілген жаңағы 5-6 түр ғана бар. Соның 2 немесе 3 келсе де, соны ғана белгілейсіздер. Яғни бұл құрбақа, бақбақыл бақа 2, бақа 3, құйрықты бақа 4 және саламандра 5. 5-ақ түр берілген. Соның аттарын жаттап алыңыздар. Енді келесі көп жасшалардың ішінде омыртқалардың 3-ші класы, бұл бізде жорғалаушылар класы. Бұл атында тұр, тағы да қайталаймын. Жорғада дегеніміз, яғни бауырмен жорғалайды. Сондықтан біз бұларды жорғалаушылар дейміз. Бұрында бауырмен жорғалаушылар деп атайтын, қазір тек қана жорғалаушылар класы дейміз. Тестта сіздерге былай келеді. ұбт-да алғашқы құрлық омыртқасы десе, немесе омыртқалылар десе, жорғалаушы дейміз. Жаңа қосмекендіде тек қана құрлық омыртқасы деді. Байқаңыздар, салыстырмалы түрде. Ал мына жерде алғашқы құрлық омыртқасы деді. Сондықтан бұл бізде жорғалаушы деп тестта белгілейсіздер. Бұларға нелер жатады? Кесірткелер, жыландар, тасбақалар, құлтырауындар жатады. Бұлардың түрлерінің бәрімен танысып білесіздер. Қайталаймын, жаңағы неде жаратылыстану пәнінен таныса кеттіңіздер. Және де бұлардың 6000-ға жуық түрлері бар. Және де бұлардың көбеюі сумен байланысты емес. Жаңа қосмекендерде біз олардың көбеюі сумен байланысты едік. Және осы жорғалаушылардың аяқтары тұлғасының екі жағында алшақ орналасқан. Мысалы, жаңағы неден байқауға болады? Тасбақадан суреттен қараңыздар, және олардың денесі немесе кеудесі дейміз, жерге тиіп тұрады. Сондықтан біз олар жаңағы бауырмен қозғалады. Келесі 4-ші класс, құстар класы. Құстарды зерттейтін ғылымда біз орнитология дейміз. Мен кейбіреуін ғана сіздерге айтып жатырмын. Кейін оған жеке видео түсірем. Зерттейтін ғылымдар жөнінде. Осы құстардың 8000-ға жуық түрлері бар. Құстар басқа класстардан мүлдем ерекшеленеді. Қандай ерекшеліктер бойынша? Яғни олардың денесі бірінші қауырсынмен қапталған. Оны білесіздер, және алдыңғы аяқтары қанатқа айналған. Өйткені олар ұшады. Сол себепті тестта былай келеді. Алдыңғы аяғы жаңағы қанатқа айналған. Ол не? Яғни құс деп жауап бересіздер. Және де құстардың әуеде ұшып қозғалуы, жылы қандылығы, құрылысындағы және тіршілік әрекетіндегі басқа да ерекшеліктері оларға жер бетіндегі кеңінен таралып тіршілік етуіне мүмкіндік береді. Басқа, мысалы, барлық жануар жылығанды емес қой, барлық жануар әуеде ұшпайды ғой. Мысалы, сондықтан бұлардың бұл басты ерекшеліктері болып табылады. 5-ші класс бізде сүтқоректілер. Бұл сүтқоректілерді зерттейтін ғылымды біз маммология дейміз, немесе териология дейміз. Яғни маммология деген ол сүтпен асырайды ұрпағын, ал териология деген ол яғни аң деген сөз. Сүтқоректілер яғни жаңағы жануарлардың түрлері жатады ғой, яғни аңдар деген сөз. Яғни екі ғылым, екеуі де осыған тікелей байланысты. Бұлардың басты ерекшелігі жаңағы ең жоғары құрылымды жануар. Біз адамдар сүтқоректілер класының жоғары санатты өкіліміз, білесіздер. Бұның басты ерекшеліктері неде десе, олар бірінші баласын тірі туып сүтімен асырайды. Және де оларда жоғары дәрежелі жүйке жүйесі және жоғары деңгейлі зат алмасу процесі пайда болған. Бітті. Басты ерекшеліктері осында. Және де бұл осы сүтқоректілер тағы да омыртқалардың ішінде кең таралған, суда да, құрлықта да бүкіл жерлерде тіршілік ете беретін омыртқалардың түрі болып табылады. Сұрақ бар ма, балалар? Барлығы түсінікті ме? Мен сіздерге осы жалпы омыртқастар мен омыртқалардың салыстырмалы түрде басты ерекшеліктерін айта кеттім деген ойдамын. Және де ұбт-да кездесетін ғана нақты ақпараттарды сіздерге слайдқа жаза кеттім. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.